Сәлеметсіңдер ме? Әдебиет оқу сабағын бастаймыз. 4-ші сынып, 80-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы ғарыш айлақ. Бөліміміз ғарышқа саяхат. Сабақ мақсаты оқу түрлерін қолданамын, шығармашылық жұмыс жасаймын. Бірінші тапсырма орында. Төмендегі сөздерді пайдаланып, Байқоңыр сөзін сипатта. Байқоңыр Қазақстанның маңызы бар қаласы. Байқоңыр әлемдегі алғашқы әрі ең ірі ғарыш айлағы. Сөйлесейік. Екінші тапсырма. Байқоңыр қаласы туралы не білесіңдер? Байқоңыр Қызылорда облысының Қармақшы ауданындағы қала. Қалада 73 мыңдай халық тұрады. Байқоңыр қала мен ғарыш айлағын біріктіретін ірі кешен. Үшінші тапсырма. Байқоңыр ғарыш айлағы туралы мәтінді тыңда. Байқоңыр ғарыш айлағы 1955 жылы салына бастады. Ол Қызылорда облысының Төретам ауылына жақын жерде орналасқан. Адамзат баласының ғарышқа жолы осы Байқоңырдан басталды. Сондықтан Байқоңыр жұлдызды қала деп аталып кетті. Үшінші тапсырма. Байқоңыр ғарыш айлағы туралы мәтінді тыңда. Сырбай Мәуленов, ақын, жазушы, аудармашы. Қостанай облысы Жангелдин ауданында дүниеге келген жазушы, балаларға арналған Барлаушы бала, Құлыншақ, Бала жолбарыс, Қорқақ торпақ тағы басқа өлеңдер мен әңгімелер жазған. Байқоңыр. Күтіп күнін жаңа бір, көп сарғайып, шөл жатты. Байқоңырдан корабль жұлдыздарға жол тартты. 20 миллион ат күші от дауылды сапырды. Зымыранның ақ түсі найзағайдай атылды. Бұлтты жарып бұрқанып, күн шыққандай шығыстан, көкке тура шырқады, бұрқырады күміс шаң. Дала билеп аспанды, түсті көкке жарығы. Байқоңырдан басталды жаңа ғарыш дәуірі. Сырбай Мәуленов. Мәтіндегі түсіндірме сөздік ат күші бұл жерде зымыранның қуатын білдіреді. Төртінші тапсырма. Байқоңыр бұрын қандай жер еді? Байқоңыр әлемдегі ең ірі жер беті ғылыми ғарыш полигоны болып табылады. Оның басты және көмекші нысандарының жалпы ауданы 6707 шаршы шақырым. Бесінші тапсырма. Ақынның ғарыш дәуірі Байқоңырдан басталды деуінің сыры неде? Ақынның ғарыш дәуірі Байқоңырдан басталды деуінің сыры орында, себебі ғарышкерлер Байқоңыр қаласынан ұшады. Алтыншы тапсырма. Өлеңде зымыран қалай суреттелген? Өлеңде зымыран өте күшті шыққан оты дауылдай, найзағайдай сияқты етіп суреттеген. Жетінші тапсырма. Анықта. Өлеңнен теңеу, эпитет сөздерді тап. Ат күші күміс шаң, теңеу, найзағайдай, күн шыққандай, ол эпитет. Ат күші күміс шаң, эпитет, ал найзағайдай, күн шыққандай, теңеу екен. Білгенге маржан. Байқоңыр ғарыш айлағы Қызылорда облысының Төретам ауылына жақын жерде орналасқан. Адамзат баласының ғарышқа жолы осы Байқоңырдан басталды. Сондықтан Байқоңыр жұлдызды қала деп аталып кетті. 8-ші тапсырма. Кестемен жұмыс. Хабарландыруды оқыңдар. Жұлдызды қаладағы тосын жаңалық тақырыбына қиял ғажайып әңгіме жоспар құрыңдар. Б. Мұғалімнің көмегімен жоспар бөліктеріндегі әңгіменің басталуын, дамуын, шиеленісуін, шарықтау шегі анықтауды сипаттаңдар. Бәріңе. Сіздерді ғарыш кемемен саяхаттауға шақырамыз. Өзіңізбен бірге кімді, нені алып жүретініңізді алдын ала тізімде көрсетіңіз. Кезекке жазылыңыздар. Жұлдызды қала ұшу айлағы. 9-ші тапсырма. Қорытындыла. Байқоңыр ғарыш айлағы туралы қайдан оқып білуге болады? Байқоңыр ғарыш айлағы туралы ақпарат көзделген кітаптардан оқып білуге болады екен. Үйге тапсырма. Өлеңнің ұнаған жұмағын жаттап алыңыздар. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.